Менің арнамның барша көрермендеріне қайырлы күн. Бүгінгі видео өзіміздің ұлттық тағамдарымыздың бірі қазыны қалай таңдау және оны қалай дұрыс пісіру керектігі жайлы болады. Маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен қазыны барлық жағынан бірнеше жерінен кәдімгі инемен немесе түйреуішпен тесіп шығамыз. Инемен тесу қазының ішіндегі артық ауаны шығаруға және пісіп жатқан уақытта жарылып кетпеуіне көмектеседі. Зубочисткамен теспеңіздер, себебі қазының ішіндегі майы көп мөлшерде сыртқа шығып кетеді. Ендігі кезекте қазымызды толықтай жауып тұратындай етіп, салқын су құямыз. Суға тұз салудың қажеті жоқ, себебі қазының өзінің тұзы жеткілікті болады. Пешімізді толық отқа қойып, қайнағанша күтеміз. Қайнауға жақын қалғанда судың бетіне көбік шығады. Соны міндетті түрде алып тастау қажет. Осы сәтте қазының қатты бұрқылдап қайнап кетпеуін қадағалаңыздар. Себебі қатты қайнап кететін болса, қазының жарылып кету мүмкіншілігі жоғары. Көбігін алып болған соң, оттың астын баяулатып, осы баяу отта шамамен 2,5-3 сағатқа жуық уақыт қазыны пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, оттың астын өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарай бәсеңдетіп қоясыздар. Қазы пісіп жатқан уақытта қақпағын ашуға болмайды. Тек 1-1,5 сағат өткен соң, қазының екінші жағына аудару кезінде ғана ашып жабуға болады. Қазыны таңдау туралы айтатын болсам, осы қазы сататын жерде дайын тұрған, яғни жасалып дайын тұрған қазыны сатып алмауға кеңес беремін. Себебі ол қазы емес, шұжық болуы мүмкін. Ол ішектің ішіне қандай ет салынғанын көрмегендіктен, өз көздеріңізбен көріп, нағыз қабырғаның етінен өздеріңіздің қалауларыңызша майы мен етінің үйлесімділігін айта отырып, жасатып алуларыңыз керек. 2,5-3 сағат аралығында піскен қазымыз дайын болды. Қазыны судан шығарған соң, міндетті түрде бөлме температурасында суыту қажет. Бірден салқын жерге қоймаған дұрыс. Тағы бір ескере кететін жайт, қазы жарылып кетпес үшін ішектің ішіндегі етіміз тығыз орналаспауы қажет. Тығыз орналасып тұрғанын көрсеңіз, етінен біраз кесіп, шұжықты қайтадан байлап жіберулеріңізге болады. Сіздермен болған Айзат.